Баршаңызға сәлемдер. Менің каналыма қош келдіңіздер, достар. Бүгін менде сериал болатын болады. Бұл сериалдың аты описаниядан, обложкадан көргендеріңіздей мұғалім. Басылымы жатып маған тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, мен вообще көп видео салмадым. Кешірім сұраймын, оның себептері бар. Уже менде ютубта түсіруге уже менің желанием қашып жатыр. Ерінем, солай мен енді түсіріп тұрмын. Вот, маған тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Той, кімнің соншама сондап жатқан, адам ұйықтап жатқан жерінен. Так, бұл кім? Алло. Неге жауап бермейді осылар? Сонда алады өздер. Жарайды, ұйқымнан тұрайын. Так, маған қайырлы таң. Барып жуынып келейін. Так, мен жуынып алайын. Ал енді болдым. Енді таңғасымды жасап, ішіп, жұмысыма барайын. Так, бүгінге не жесем болады мен? Жұмыртқа жей салайын и сүт жей салайын. Осыған да тоятын шығарым. Тамағым да дайын болды. Енді отырып ішіп алайын. Сосын жаңадан жұмысыма баруым керек. Ал мен таңғасымды ішіп алдым. Енді барып киіну керек. Так, бүгінге не кисем болады мен? Так. Бүгін мұғалім осыны киіп бара салайын. Все. Жоқ, бұны емес, мынаны кие салам. Болдым. Так, енді астыға түсіп, кішкене бір боянып алу керек. Так, ерніме помада жаға салам. Сосын духым сеуе салам. Болдым, енді мен дайымын. Шыға берейін. Балалар есінде жаңадан мұғалім келгенде жатыр. Біздің өз сынып жетекшіміз жұмыстан шығып кетіпті. Наконец-то жаңа мұғалім келе ма? Сен наконец-то деп қатты қуанбай қой, может ол қатал болады. И то бізге сынып жетекшіміз директор болған тем более. Той қойындаршы болды, қандай болса да мұғалім болса болды ғой, немене болды ұлдар? Жалғыз ұлдар айтып жатқан жоқ қой. Пикме болмай отыршы, Ой, қойсаңдаршы болды. Енді ойлапай, жуас болса екен, ұрыспайтын, бұрындағы өзіміздің апай құсап емес. Айтпа. Сен неге үндемей отырсың? Мен не деуім керек? Оның бүгін настроениясы жоқ, так что сөйлемей отыр. Түсінікті. Кішкене 5 минут отыра тұрыңдар, если апай келмесе, басқа апайлар келеді. Күтейік кішкене апайды. Я, сен сөзіме келісемін. Так, саламатсыздар ма балалар? Мен кешігіп қалғаныма кешірім сұраймын. Балалар, саламатсыздар ма? Мен бүгін сендердің жаңадан келген сынып жетекшілерімін, то есть мұғалімдерімін. Апай, сіз мейірімдісіз ба? Қуасың
жатырсың ба, не сұрап жатырсың? Енді сұрап алайық та, менімді ма, менім емес па? Оны сендердің түрлеріңе қарап біле жатармыз, білімдеріңе қарап. Бізде қай сабақ қазір? Алгебра. Қанша сыныпсыңдар? Апай, бостан-босқа неме сұрап отырсыз, білесіз ғой. Старста кім мына жақта? Мен апай. Мына қыздарды тәртіпке сал. Қалай сөйледі? Үлкен адаммен қалай сөйлеседі? Кешіріңіз, отырсаңдар, тыныш. Қазір бостан-босқа директордың алдына барасыңдар. Біздің сыныбымыз 8-ші сынып, апай. Жақсы. Так, кітаптарыңды ашыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде. Сабақ бітті. Сау болыңдар. Сабағым қызықты өтті деген ойдамын. Ертең үйірмесін орындап келіңдер. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз. Жарайды, балалар, сау болыңдар. Что-то апай маған ұнамады. Сол сөзіме келсе, маған ұнамады. Несі ұнамайды? Нормально ғой. Хоть андай кейбір апайлар ұқсап келесі апайға ойламайды. Екеуі сөйлей бердіңдер ғой. Отырыңдар, тыныш ауыздарыңды жауып. Қалай сөйлегенді жақсы көресіңдер. Кеттік, сыртқа шық керек па? Жүр кеттік. Бізге неде міндетсін сөйлеп тұр. Соны там старшего берді немене. Жүріңдер, балалар, залға шығып келек кішкене. Мына жақта басқа мұғалімдер жоқ па немене? Или бәрі істесе ма? Қазір балаларға қай сабақ екенін барып сұрап келейінші. Балалар, кешіріңдер. Сендерге қазір қай сабақ? Апай, бізге қазір дұршы. Онда мен қазір спорт залда боламын. Директор кабинетінде бірдеңке болса маған келіңдер, жарай ма? Жарайды. Апай бірдеңке айтсам бола ма? Айта ғой. Сіз осы жылы нені старста қылмайсыз ба? То есть старста ауыстырмайсыз ба? Оны старстыны көре жатармыз. Если старсты бола алмай қиналып кетсе, екеу, үшеулі, төртеулі, қанша? Төртеулердің 4 қыздың біреуін қоямын сендерден. Жақсы. Так, түзел, тік тұр. Так, балалар, саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба? Сәлеметсіңдер ме? Кімнің формасы жоқ, сол алдағы шығыңдар. Екеуің отырыңдар. Тоже. Так, сен неге қысқа киіп алғансың? Шықшы бері. Мен ба? Жоқ, қасыңдағы қыз. Мен ба? Сен. Яны қысқа киіп алғансың? Вообще-то тышыға көйлек киюге болмайды. Ағай, вообще-то мен өзімнен білемін. Түсініңіз ба? Маған бәрібір. Мен сені апайың айтамын, старста кімді жақта? Мен старста болып өзің қарамайсың, апайыңа ескертем қазір. Жарайды. Той, бір сен де бір.